Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге қандаладан құтылудың жолын айтамын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Қандала ол дене тұрқы 3 мм болатын қансорғыш. Өз көлемінен 2 есе көп қан соратындықтан 6-7 мм-ге дейін үлкейе алады. Қандаланың 40 мыңнан аса түрі бар. Қазақстанда 32 тұқымдасы, 370 туысы, 1500 түрі кездеседі. Табиғат қандалалары да болады. Қандала тістемейтін, тұмсығымен шаншып соратын жәндік. Үй қандаласы тек адамның қанымен қоректенеді. Сондықтан адам бар жерге ғана жүреді. Қандала кез келген қараңғы, жылы жерге тығылады. Қандала адам денесінің ашық жерлеріне жабысады. Әсіресе түн ортасында белсенді болады. Аш болса, күндіз де жорыққа шығуы мүмкін. Үй қандаласы, төсек қандаласы, диван қандаласы, киім қандаласы мен ағаш қандаласы болып бөлінеді. Қандалаға тек адам керек. Оған ең жайлы орта жылы үй. Қандала ағаш жиһазы бар. Температурасы бір қалыпты, қорегі табылатын үйде көбейеді. Ересегі бір жұмыртқалағанда 300-500 жұмыртқа шығарады. Олар 40 күн ішінде жетіліп үлгереді. Қолайсыз ортада бұл уақыт 2 айға созылуы мүмкін. Қандала қайдан пайда болады? Қандала ескі үйде жиі кездеседі. Адам тұратын үй-жайларда, ағаштан жасалған еден мен жиһазда тіршілік етеді. Ал бетоннан, монолиттен, кірпіштен салынған үйде тіршілік ете алмайды. Бірақ ағаштан жасалған жиһаздарда өмір сүретінін ескерген жөн. Қандалалар олар кілемнің астында оңай қозғалады. Бұл жәндік диванның тігісінде, адамның киімінде жиі кездеседі. Бір үйден екінші үйге көбіне киімге жабысып барады. Қоғамдық көлік сияқты адам көп шоғырланатын жерлерде тарауы мүмкін. Пәтер ауыстырарда жаңадан сатып алынған жиһаз, көрпе, төсек пен басқа да жұмсақ заттар арқылы тарайды. Өмір сүруіне жайлы пәтер болса, қыс пен жазға қарамай белсенді болады. Қандала шаққанда ауырсыну сезілмейді. Шаққанын да байқамайсыз. Ешқандай дыбыс шығармайды. Қауіпті жұқпалы ауруларды таратуы мүмкін. Бірақ бұл ғылыми дәлелденбеген. Қансорғыш болғанымен теориялық түрде вирус, гепатит инфекцияларын таратуы мүмкін. Қандалаларды кетіру өте қиын болғандықтан, олардың өздерінің арнайы дәрілері бар. Олар тек ветеринарлық дәріханаларда сатылады. Бұндай дәрілерге циперметрин, гектор ұнтағы, кукарача, шквал, аврофос және тағы басқалары жатады. Дәрі пәтерде бір тәулік, ең кемінде 12 сағат жатқаны дұрыс. Тыныс алу мүшелері ауыратын адамдарға бір күн өтпей пәтерге кіруге болмайды. Ал ондай ауру жоқ болса, дәрі адамға аса қауіпті емес. Киімді, төсек көрпе мен жұмсақ заттарды ыстық суға жуса, қандала өледі. Бұл жәндік -22 градус пен +45 градуста тіршілігін жояды. Пәтерде бір қандала өлмей қалса, қайта көбеюі мүмкін. Бұл дәрімен тек қандаланы ғана емес, кене, маса, шыбын, тарақан, құмырсқа, егеу құйрық барлығын өлтіруге болады. Әсері өте мықты. Үйге ешкімді қалдырмай, үйдегі жиһаздардың астына, дивандардың тігілген орта біріккен жерлер болады ғой, сондай жерлерге, қуыс-қуыс жерлердің барлығына шашып, үйді бір күнге жауып тастайсыздар. Бір күн үйде қонбайсыздар. Сосын келген соң жақсылап тұрып уборка жасайсыздар. Бұл шиша ыдыста тұратын сұйық дәрі, оны белгілі бір мөлшердегі сумен араластырасыз. Және де бүріккіш ыдысқа құйып, осындай барлық жерлерге шашасыз. Ал достар, енді осы дәрі сіздерге көмектеседі деген ойдамын. Көмектесіп жатса, видеоның астына комментарияға жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер.